Наурыз мерекесі құтты болсын. Назаров медиа орталығы сіздерді құттықтайды. Достар, музыка әлемі. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша, яғни наурыздың 22-ші күні күн мен түннің теңесуі кезіне келеді. Көне парсы тілінде нава, яғни жаңа, ал разаң күн деген мағынаны білдіреді. Қазіргі парсы тілінде де сол мағынамен қалған екен. Яғни но жаңа және роуз күн деген. Мағынасы, достар, жаңа күн дегенді білдіреді. Яғни жаңа жылды білдіреді. 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 64-ші қарарына сәйкес 21 наурыз халықаралық наурыз күні болып аталып келеді. Бас ассамблея өзінің берген түсініктемесінде наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және Таяу Шығыста 3 миллион адам тойлап келе жатқандығын мәлімдеген екен. Ал ЮНЕСКО достар болса, 2009 жылдың 30 қыркүйегінде наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес, мәдени мұра тізіміне кіргізген екен. Наурыз көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында базы замандардан орын алған. Бұл мейрамды ежелгі гректер Патрих, бирмалықтар су мейрамы, ал тәжіктер гүл гардон, бәйшешек, гүл наурыз, ал хорезмдіктер науасарджи, татарлар нардуган, буряттар саган сара, соғдылықтар наусарыс, ал армяндар навасадри, чуваштар Норис Ояхи деп түрліше атаған екен. Ал дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні, яғни жыл басы саналған. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті, киелі саналған. Халық таза, жаңа киімдерін киген. Ауылдың ер адамдары бір-бірімен қос қолдасып, төс қағыстырған. Әйелдер құшақтасып, бір-біріне игі тілектер айтқан. Бірін-бірі, яғни мерекеге арнап дайындалған наурыз көже ішуге шақырған. Ызғарлы қыстың кетіп, жан иесі өмір қуатын туғызатын жыл. Жаздың, яғни келетіндігіне барлық жаратылыспен қатар қазақ елі де қуанады. Яғни қыс бойы өлімнің есігін күзетіп, үңгірде жатқан кәрі құйрық, мертік шортықтар да қыбырлап дүниеде бар екендіктерін білгізе бастайды. Достар, осы орайда Мұқағали Мақатаевтың наурыз, яғни ән есімізге түседі екен. Наурыз, наурыз, күнігі жердің түрегі. Бауыры жылып науатқар, бабымен ғана жібейді. Шашылы бұрыс шанақтан шақырып бүрейді. Шаттануш еді бірігі. Достар, қазір біз Роза Рымбаеваның орындауындағы наурыз әнін бірге тамашалайық. Наурыз күндегі жердің түрегі, бауыры жылып науатқар, бабымен ғана жібейді. Наурыз күндегі жердің түрегі, шашылып ырыс шанақтан, шақырып бүрейді. Шаттануш еді бірігі, наурыз айы туғанда, той болуш еді бұл мұңда, сақталуш еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға, наурыз айы туғанда. Достар, ұлыстың ұлы күні осындай керемет Роза Рымбаеваның орындауындағы Мұқағали Мақатаевтың осындай керемет әнін бірге тамашаладық.
міне бірге тыңдадық. Я достар, енді сіздерге айтар тілегіміз бар. Достар, жер дүниені жаңартып, көктемді ерте келетін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Сіздерге және сіздердің жанұяларыңызға шынайы көңілмен бақыт береке, ашық аспан, игілік және сүйіспеншілік тілейміз. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Біздің Facebook, Instagram, YouTube желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Достар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын.